Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар, сіздердің назарларыңызға әдеби бағдарлама жобасы аясында жас жазушы Айзат Рақыштың балалықтың соңғы күзі әңгімелер мен хикаяттар жинағын ұсынатын боламыз. Бұл жинақ Нұр-Сұлтан қаласынан Бигбрейн баспасынан 2021 жылы балалар мен жасөспірімдер оқуын қолдау жылы аясында жарық көрген. Авторға тоқталатын болсақ, Айзат Рақыш 1983 жылы Шығыс Қазақстан облысында дүниеге келген, ұстаз, жазушы, Қазақстан Республикасының Жазушылар одағының мүшесі. Осыған дейін жазушының «Мұз үстіндегі қызғалдақ» және «Өлгендер қайтып келмейді» атты жинақтары жарық көрген. Бұл менің қолымдағы «Балалықтың соңғы күзі» кітабы үшінші жинағы болып табылады. Енді осы жинаққа тоқталатын болсақ, жинақ 3 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімі әңгімелер, екінші бөлімі хикаяттар және үшінші бөлімі әзіл әңгімелер. Жинақтың ішінен бірнеше шығармаларына тоқталып өтетін болсақ, осы кітаппен аттас «Балалықтың соңғы күзі» шығармасына тоқталатын болсақ, бұл хикаят болып табылады. Хикаяты негізінен 7-ші сыныпты оқушылары арасында өрбиді. Қазіргі заманауи оқиғалар желісіне құрылған, қазіргі өзекті мәселелер көтеріледі. Осы хикаяттың бас кейіпкері Арман атты 7-ші сынып оқушысы, оның отбасындағы қиын жағдай, қазіргі заманауи мәселелер көтеріледі. Арман негізінен жақсы оқитын оқушы, оның отбасындағы қиын жағдайына байланысты ол ерте есейеді. Сол өзінің өзі есейіп, сол жағдайды шешіп, өзінің жақсы отбасында жақсы қарым-қатынасты орнатқысы келеді. Енді ауылдағы «Өлгендер қайтып келеді» әңгімесіне тоқталып өтетін болсақ, бұл ауылдағы оқиға, бұл ананың өзінің кішкентай баласына деген махаббаты туралы айтылады. Негізінен ана өзінің «Өлгендер қайтып келеді» шығармасына тоқталып өтетін болсақ, бұл шығарма ананың өзінің баласына деген махаббаты туралы айтылады. Ауыл шетінде жасанды су қоймасы бар. Сол су қоймасы тосыннан апатқа ұшырап, сол ауылды су басып кетеді. Сол су басқанда кішкентай бала суға ағып кетеді. Сол баланың анасы Зейнептің баласына деген сағынышы, өзінің баласын өлді дегенге сенбей, сол баласының өмірі іздеумен болады. Күндердің бір күнінде ауылға сол су тасқынынан қаза тапқан адамдарды еске алуға арналған ескерткіш қойылады. Сол кезде барып, ана өзінің баласының өлгеніне сеніп, енді бұл өзінің сағынышын жерге көмеді. Сондай оқиға өте қиын, бірақ адамның ойына ой салатын өте қиын тағдырлы оқиға. Енді жазушының сонымен қатар әзіл әңгімелері де бар. Әзіл әңгімелері бір жеңіл күлкіге емес, бір ойлы күлкі сыйлайтын оқырмандарына өте сондай бір қызықты оқиғаға құрылған әңгімелер. Бұл енді соның ішінде бір тоқталып кететін болсақ, «Қызыл кітапқа енген жігіт» деп аталады. Бұл әзіл әңгіме студенттер арасында өрбиді. Студент екі қыз өзі автобусқа мініп келе жатып, өздері оқиға құрастырады. Олар айтады, осы қазіргі заманауи жігіттерді сынасақ қайтеді дейді. Олар өздері тіл мүкісі бар балалар сияқты, қыздар сияқты өздерін ұстап, жаңағы автобуста орын беруін өтініп жүреді. Олар жаңағы өзінің кемшілігі бар қызға жігіттердің қалай қарайтынын тексергілері келеді, бірақ көбісі адамдар оның кеудесімен итеумен болады. Бірақ ең соңында барып, оқиғаның соңғы жағында бір жігіт олармен танысқысы келетінін айтып, өздері бірге бір аялдамадан түсіп,
жаңағы танысып ары қарай оқиға өрбиді. Осы кітапты оқығыларыңыз келсе, біздің кітапханаға келіңіздер. Кітап өте жеңіл, тілі қызықты оқиғаларға құрылған.